Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге штрудель тағамының дайындалу жолын көрсетемін. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен табамызды қыздырып, майымызды құйып, бір дана жуамызды турап, жақсылап қуырып аламыз. Біршама жуамызды қуырғаннан соң, үстіне майдалап тура алынған етімізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Кем дегенде 5-6 минут қуырсаңыздар тіптен жақсы. Жақсы қуырғаннан кейін бір шай қасық тұзыңызды салып, қуырып, онан кейін суымызды құйып 40 минутқа пісіріп аламыз. Ал енді қамырымызға кірсек, бір дана жұмыртқаны бір кесе сумен және де бір шай қасық тұзбен жақсылап тұрып араластырамыз. Бір кесе суым шамамен 120-150 мл-дей. Ал енді алдын ала ситадан өткізілген ұнымызды қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып илеп, қолға жабыспайтын, ешқандай іртік-іртік болмайтын қамыр илеп қоямыз. Қамырымыз дайын. Бұл қамырды 10 минутқа қойып қоямыз. Ішіндегі салмасына мен көк шөптен укропты қолдандым. Бір дана сәбізді және де бір бас сарымсақты қосамын. Салмасына өздеріңіз білесіздер, не қоссаңыздар да. Барлығын жақсылап турап, одан соң кішкене ғана шым-шым тұзбен ғана тұздап қоямын. Он минут өткеннен соң қамырымызды алып, осылай тағы да илеп, 10 минутқа демалуға тағы да қалдырып қоямыз. 30 минут өткеннен соң мен етіме сәбізімді салып қоямын, себебі сәбіз қаттылау болады, сондықтан оны ертерек саламын. 10 минут өтті, енді қамырымызды алып, екіге бөліп, бір 5 минутқа қойып қоямын. Негізі бірден жайсаңыздар болады. Менің оқтауым кішірек болғандықтан мен екіге бөліп жаямын. Картоп салар кезде осылай бір ас қасық томатпен және де бір шай қасық сояны қосып, 50 мл су қосып, жақсылап араластырып, етіме салып жіберемін. Бұлай салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Жалпы өзіме осылай істеген ұнайды, сондықтан саламын. Мен дәмдеуіштен универсальный деген дәмдеуішті қосамын. Шамамен бір ас қасықтай қостым. Енді картопымды салып, тағы да қайнатуға қалдырып қоямын. Ал енді қамырымызды жаямыз. Алдымен саусағымызбен, одан соң оқтаудың көмегімен тез-тез жайып аласыздар. Тіпті 3 минут, 4 минут, ары кетсе бір 5 минут болар. Тез жайып, арасына сұйық майыңызды құйып, жаңағы дайын болған қоспаңызды салып, рулет етіп орап, оны бөліктерге бөліп, ең соңынан етіміздің үстіне салып қоямыз.
Достар, менің каналыма қолдау білдіріп, подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Рулетіңізді салмай жатып, салмамыздың суын қарайсыздар, аз болса кішкене қосып, қайнатып, одан соң рулетімізді салып, бұл қамырды, яғни рулет секілді қамырды жарты сағатқа қойып қоямыз. Астын жай отта жарты сағатқа қайнауы керек. Мінекей жарты сағат өтті, тағамымыз дайын болды. Тарелкаларыңызға салып, дастарханның үстіне қойып, отбасыңызбен жесеңіздер болады. Ал енді ас болсын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.